Абайдың 26-шы қара сөзі. Біздің қазақтың қосқан аты алдында келсе, түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар ма екен? Әй, жоқта шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасына бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған, жыққан өзі емес, яки баласы емес. Мұның бәрі қазақтан басқа жауы жоқ. Беттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырсам екен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтық несін дәулет біліп қуанады екен. Жа болмаса ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен. Жүйрік ат кейде ол елде, кейде бұл елде болатын нәрсе. Қыран құс та, жүйрік ит те кейде оның қолына, кейде мұның қолына түсетін нәрсе. Күшті жігітте үнемі бір елден шыға ма? Кейде ана елден, кейде мына елден шығады. Мұның бәрін адам өз өнері менен жасаған жоқ. Бір озған, бір жыққан үнемі озып, үнемі жығып жүрмейді. Соның бәрінде біле тұра, жерге кіргендей болып, я бір адамдығы, жамандығы шыққандай несіне ұялады, несіне қорланады екен. Енді осылардан білсеңіз болды. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Хам және қуанғанда не айтып, не қойғаны, не қылған өзі білмейді. Есі шығып бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Хам ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады, ұяларлық нәрседен ұялмайды. Оның бәрі надандық, ақмақтың әсері. Бұларын айтсаң, кейбіреуі рас деп ұйыған болады. Оған нанба, ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі көзі жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелі әдетінен бойын тоқтата алмайды. Бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді. Ешкім тоқтатып, оқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да, бір әдет етсе, қазақ ол әдетінен еріксіз қорыққанда я өлгенде тоқтайды. Болмаса ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп біліп, ойланып, өздігінен тоқтаған адамды көрмейсің.